Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге инвесторлар жіберетін 20 қателік жайлы айтатын боламын. Инвестиция әлеміндегі әрбір қадам тәуекелге толы, десе де табыс табудың да ықтималдылығы жоғары. Бірақ жүзді былай қойғанда 70-80% кепілдікті де ешкім бере алмайды. Себебі ешкім қателіктен сақтандырылмаған. Тіпті білікті деген инвестордың өзі қор нарығында қате қадам басуы мүмкін. Шектен тыс күтіп қалу, шамадан тыс үміттенуге берілмей, процеске салқын қанды қарау, инвестордың ұзақ мерзімді перспективада қарай алуына мүмкіндік береді. Инвестициялық мақсаттың болмауы. Инвесторлар көп жағдайда қысқа мерзімдерге кірістерге арқа сүйейді. Биржаны тезірек пайдаға кенелетін орта ретінде қарастырады. Алайда инвестиция әлемі ондай орта емес. Мұнда ұзақ мерзімді стратегияның мәні тереңірек. Инвестиция әліппесінен де айтары сол, инвестиция тез пайда табатын емес, пайданы еселеуге келгенде тиімді жұмыс істейтін құрал. Инвесторлардың 59% басты мақсаттары ұзақ мерзімді өсім екенін мәлімдеген. Әр тараптандырудың болмауы. Портфельді әр тараптандырып отыру өте маңызды. Өйткені саласа бір немесе ұсақ компаниялардың акциясын сатып алудың тәуекелі жоғары. Әр тараптанған жағдайда бір акцияның құлдырауы портфельге айтарлықтай зиянын тигізе алмайды. Қысқа мерзімді перспективаға мән беру. Қысқа мерзімді перспективаға бейімделу өте оңай, бірақ бұл инвесторлардың өзінің бастапқы стратегиясын қайта қарап, бұрыс шешімдер қабылдауға мәжбүр етуі мүмкін. Қымбатқа сатып алып, арзанға сату. Нарықтың құбылуы кезіндегі инвесторлардың тәртібі портфельдің жалпы нәтижесін төмендетіп жібереді. Жиі сауда жасау. Арнайы зерттеу көрсеткендей, мейлінше белсенді трейдерлер ақш қор нарығында жылына 6-5%-ға ұтылып отырған. Тым көп комиссия беру. Комиссиялық алымдар сіздің инвестицияларыңыздың жалпы тиімділігіне айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе ұзақ мерзімді перспективада. Салыққа ерекше назар аудару. Салық шығындарын жинау кірісті арттыруы мүмкін болса да, тек оның салықтық салдары негізінде шешім қабылдауы әрдайым ақтала бермейді. Тұрақты тексерістің жоқтығы. Өзіңіздің инвестициялық портфеліңізді 90 сайын немесе жыл сайын тексеріп отыру, сіздің қаншалықты түзу жолда келе жатқаныңызды, сондай-ақ портфельге тепе-теңдік қажет не қажет емес екенін көрсетіп береді. Тәуекелді түсінбеу. Тым жоғарғы тәуекел сізді жайлы аймақтан шығарып тастауы мүмкін. Бірақ тым кіші тәуекелде кірістіліктің азаюына, сөйтіп көздеген қаржылық мақсатыңызға жеткізбей тастауға әкеліп соқтыруы ықтимал. Сондықтан әркез қолайды тепе-теңдік қалыптастыруға тырысыңыз. Өз нәтижесін білмеу. Инвесторлар көп жағдайда өз инвестициялық тиімділігін біле бермейді. Кірісіңізге қарап, комиссиялық алымдар мен инфляцияны есептегенде өзіңіздің инвестициялық мақсатыңызға қаншалықты иек артқаныңызды бағамдай аласыз. Бұқаралық ақпарат құралдарына реакция. Жағымсыз жаңалықтар қысқа мерзімді кезеңде қорқыныш тудыруы мүмкін. Бірақ сіз мейлінше ұзақ мерзімге ауқымды жоспармен қараудың дұрыс екенін қаперден шығармаңыз. Инфляция туралы ұмыту. ақш-тағы тарихи инфляция жылына орташа 4% болады. Бір жылдан кейін мұндай инфляция жағдайында $100 $96, ал 20 жылдан соң $44 айналады. Нарыққа шығатын уақытты есептеу. Нарыққа шығатын ыңғайлы уақытты табу өте қиын. Нарықта болу, нарыққа шығу уақытын дәл есептеу әрекеттерімен салыстырғанда әлде қайда жоғары пайда әкеледі. Тиісті тексеріс. Олардың еңбек кітапшасы мен шағымдары сақталатын брокер шек секілді сайттардағы сіздің консультанттарыңыздың есептік деректерін тексеріңіз. Қазақстанда брокердің қаншалықты сенімді екенін, қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің немесе Астана халықаралық қаржы орталығының рестерін қарап тексеріңіз. Яғни онда тиісті лицензия бар жоқ екенін анықтайсыз. Қолайсыз консультантпен жұмыс.
қолайсыз консультантты іздеуге уақыт жұмсау шығын емес. Өз консультантыңызды мұқият зерттеп, мақсаттарыңызға сай келетінін анықтау керек. Эмоция кезіндегі инвестиция. Қанша жерден қиын болса да, нарықтың құбылу сәтінде рационалды болып қалуға тырысыңыз. Инвесторлардың көбі эмоционалды шешімдер салдарынан табысының басым бөлігін жоғалтып жатады. Бұған мысал ретінде Ресей мен Украина арасындағы соғыс өрті тұтанған 2022 жылдың қаңтарын айта аламыз. Осы кезде валюта нарығында қатты құбылу туындап, сарапшылар айырбастау бекеттеріне салып ұрып жүгірмеуге кеңес берген еді. Кірістіліктен ізін қуу. Өтімділігі жоғары құралдар мен акциялардың қашанда тәуекелі жоғары. Кез келген актив түріне инвестиция құймас бұрын, өзіңіздің тәуекел портфеліңізді ықтияттап бағалаңыз. Мейлінше ерте қимылдау. Ойлаңыз, екі адам ай сайын $200 жылдық 7% кірістілікпен жастары 65-ке дейін жеткенше инвестициялайды. Егер бір адам инвестициялауды 25 жасында бастаған болса, оның қорытынды портфелі $520 мың құраушы еді. Ал басқасы 35 жасында бастаса, оның жалпы сомасы $245 мың жуықтайды. Бақылауға болатын нәрсені бақылаудың болмауы. Нарықты ешкім болжай алмаса да, инвесторлар уақыт өте келе шағын инвестицияларды бақылай алады. Бұл айтарлықтай нәтижелерге әкелуі мүмкін. Дұрыс емес әртараптандыру саясаты үлкен тәуекелге әкеліп соқтыруы ғажап емес. Белгілі бір позицияға ұзақ уақыт байлану, баға құбылуы кезінде сіздің портфеліңіздің құнына түбегейлі әсер ете алады. Кей зерттеушілердің айтуынша, дұрыс әртараптандыру деп бағалау үшін портфельде кемі 15 акция болуы керек. Сонда сіз кез келген тәуекелден барынша қорғана аласыз. Айта кету керек, бір өлшем бәріне бірдей сәйкес келмейді, және қаржылық кеңес алу сіздің қаржылық мақсаттарыңызға сәйкес дұрыс баланста табуға көмектеседі. Жалпы алғанда, комиссиялық алымдар мен инфляцияны ескере отырып, нарықтық жағдайлар өзгерген сайын инвестицияларыңызды үнемі мұқият қадағалап отыру маңызды. Бұл сіздің инвестицияларыңыздың дұрыс бағытта жүріп жатқанын, немесе өзгеретін жеке жағдайларға, немесе басқа факторларға байланысты түзетулер енгізу қажет екенін білуге мүмкіндік береді. Қателіктерге бой алдырмау үшін инвесторлар ұтымды болып, ұзақ мерзімді мақсатына назар аудару қажеттілігін түсінуі тиіс. Салмақты портфельді қалыптастыру көбінесе келесі факторларды бағалауды қамтиды. Қаржылық мақсат, қазіргі табыс, шығындарға қатысты әдет, күтілетін кірістілік. Осы факторларды ескере отырып, инвесторлар нарықтың қысқа мерзімді ауытқуларына тоқталмауы керек және өздерінің не істей алатынын бақылауға тырысу керек. Ұзақ мерзімді перспективада шағын инвестицияларды жүзеге асыру ұзақ уақыт бойы дәйекті түрде инвестициялау арқылы айтарлықтай байлық жинауы мүмкіндігіне жол ашады. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.